26-8. Біздің қазақ халқы үшін алғанда ең маңызды екі елде бізге қатысы бар, біздің тағдырымызға, біздің тәлейімізге, біздің бай бақытты баяшатты өмір сүруімізге, азат еркін өмір сүруімізге қатысы бар екі елде аса жағымды оқиғалар болды. Бұл орталық Азияға, ең бастысы тұтас орталық Азиядағы геосаяси тұрғыдан да, байлық тұрғысынан да көшбасшы ел Қазақстанға бұл өте маңызды. Мен азаттықтың, еркіндіктің, демократияның иісін сезіп жатырмын. Ендеше бұл сүйінші хабарымызды сіздерге былай жеткізейік. Біріншісі, Арменияда Ресей жеңілді, Америка жеңді. Диктатура жеңілді, демократия жеңді. Арменияда Путин жеңілді, Трамп жеңді. Совет одағынан ыдырап шыққан, Мәскеудің қасқабағына қарайтын бұл елдердің ішіндегі Арменияның рөлі өте маңызды. Армения осы уақытқа дейін Шар Россия кезінен бастап, одан кейінгі Совет одағы кезінде де Ресейдің кәдімгі иті болған. Енді осы елде Пашинян дейтін аса әккі айлакер саясаткер билікке келді. Пашинянды мен қолдан көсем жасап, тұлға жасамаймын. Пенделік барлық адамда бар. Ешкім қолтығына қанат бітіп, періште болып дүниеге келген жоқ. Бірақ алдыңғы лекциямда, осыдан бұрынғы тікелей эфир лекциямда айтқандай, егер Пашинян өзінің мемлекетін Еуроодаққа қосып кететін болса, Пашинянның бұғанға дейін жасаған қандай қылмысы болса да кешіруге болады деген. Енді Пашинян сайлауда жеңіске жетті. Тақайдың өзі, яғни Мәскеудің таңбалы құлы, кесік құлақты құлы Тақайдың өзі құттықтап Пашинянды жеңісіменен құттықтап жатыр екен. Демек бұл нені білдіреді? Енді Пашинянның сайлауда аса басым үстемдікпенен Ресей қолдауындағы миллиардерлерді жеңіп, тіпті бүйрегі Ресейге бұратын діни көсемдерді жеңіп, халықтың тұтасыменен сайлауменен бұлардың жеңіске жетуі, енді Армения Еуроодақпенен жақындасады, Еуроодақ пен Арменияның қосылу процесі басталады. Трамптың соңғы постын біз аударып, осыдан бұрынғы алдыңғы және оның алдындағы лекцияларымызда Трамптың Пашинянға арнап жазған Truth Social'дағы жазбасын аударып тұрып, түсіндіріп тұрып жариялағанымыздай, енді орталық Азияны Кавказда Еуропаға жалғау басталады. Қайталап тұрып айтамын. Орталық Азияны Кавказ, яғни Армения. Арменияны Еуропаға жалғау басталады. Бұл деген сөз, Орыс, Қытай, Иранның үшеуінің құрсауында жатқан, ашық теңізге, халықаралық теңізге ашық шыға алмайтын, идеологиялық тұрғыдан Мәскеудің қабағына қарайтын, соңғы кезде Қытайдың қабағына қарағыштайтын, орталық Азиядағы бейшара стандарға, яғни фейк тәуелсіз ел, анығында диктаторлар меңгеріп отырған, отбасылық, кландық, патшалық заманға қарай кетіп бара жатқан, солтүстік Кореяға қарай кетіп бара жатқан осы орталық Азиядағы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан үшін алған кезде, бұл енді азаттықтың, еркіндіктің, демократияның, Еуропаның, өркениеттің, заң салтанат құратын жүйенің бір сәулесі орталық Азияға қарай ашылды деген сөз. Және бұл жердегі Трамптың сөзіндегі Американың компаниялары арқылы дейтін сөзді естеріңізге саламыз. Американың компаниялары орталық Азиядан Кавказды басып, яғни Арменияны басып, Еуропаға баратын жолда Американың компаниялары рөл атқарады деп отыр. Бұл деген сөз Еуропа менен Америка орталық Азияның мол мұнай газ байлықтарына, сирек жер элементтеріне, тағы басқа ресурстарына қызығу танытты деген сөз. Демек, орталық Азиядағы Мәскеу мен Қытайдың ықпалы азаяды деген сөз. Орталық Азияның басшылары енді Путиннің
ымымен жүгіретінді қояды деген сөз. Неге? Енді оларға Еуропа Америкамен саудаласып отырғанда әрине human rights дейтін, яғни адамдық құқық дейтін нәрсе алдарынан шығады да тұрады. Сондықтан бұлар үнемі Еуропа Америкаменен қандай да бір тіршілік жасайтын болса, онда заңға құрмет етуге, бас салып азаматтарды нақақ соттай беруге, ұстап алып көшеден есірткі салып жіберіп, белсенділерді есірткі саудалады деп жаңағы соттап жіберуге енді бұлардың қолы батпайтын бола бастайды. Неге? Путиндік режим, Ши Цзиньпиндік режим кезінде орталық Азия өздерін сол Путин, Ши Цзиньпин сияқты сезінеді. Яғни өздерінің халқына не істесем бұлар мыңқ ете алмайды деп ойлайды. Енді міне бір терезе ашылып келе жатыр. Бір саңлау, бір түңлік, бір кішкентай бір жарық сәуле Әрмен жақтан көрінді. Бұл бүгінгі жеткізетін бірінші хабарым. Екінші жеткізетін хабарым. 2 айға созылған өзара соғысты тоқтатамыз деп қойып, ара-тұра бірін-бірі қасысып, шымшыласып, мытысып отырған Иран менен Америка, Израиль анығында сол 2 ай соғыста бір-біріне зор көлемде шабуыл жасамаған еді. Бірақ бірінің кемелеріне бірі тиісіп, кәдімгі барымта-сырымтаның жолын ұстасып отыр. Бірақ бәрібір келіссөз жүріп жатқан еді. Енді бізді қуантып отырған. Кеше мен лекция сөйлеймін деп дайындалып жатқанда Трамптың сұхбатын көрдім. Онда Израиль менен асалмайды, оның басшысының сөзі сөз емес, менің сөзім сөз. Орталық жаңағы мынау Иран мәселесінде Израильдің емес, менің сөзім сөз деп тұрып сөзін айтқан кезде мен кәдімгідей түңіліп қалғам. Себебі Иранның болашағы туралы біз 3 түрлі мүмкіндік бар екендігін айтқанбыз. Ол осы соғыс басталғанда. Енді Нетаньяху Трамптың сөзін тыңдамайтындығын, Израильдің тәуелсіз ел екендігін, Ирандағы бұл молдалардың көзін құртпаса, Израильдің мемлекетіне мәңгі тыныштық жоқ екенін сезініп, Трамптың келісімпаздығын, яғни келісімшілдігін, не нәрсе болса да келісейік деп келіссөзге отырғысы келетін осы мінезіне қарсы Нетаньяху Иранға өлтіріп тұрып шабуыл жасады. Иранға жасаған зор көлемдегі шабуылының нәтижесінде осығанға дейін басшысыз қалған Иранда перденің артында отырып, осы қатаң позицияны ұстап отырған Ирандағы төңкерістік, Иран ислам төңкерістік қарулы сақшылар корпусының бастығы ажал құшты. Бұл нені білдіреді? Иранда барлықтарыңыз білесіздер, Иранда Иран ислам төңкерістік партиясы деген саяси күш бар. Бұл дүние жүзіндегі таңғажайып кезінде Гитлер орнатқан формада құрылған жүйе. Яғни бұл тек бір топ саяси күшке бағынады. Армия мемлекеттік емес. Армияны мемлекеттен тәуелсіздендірген жолды Гитлер бастады. Иран үйренді, Қытай үйренді, Совет үйренді. Яғни армия бұл жерде мемлекеттің армиясы емес, саяси топтың, саяси мүдделі топтың ғана жетегінде кетеді. Совет одағында Совет компартиясы, Қытайда Қытай компартиясы, Иранда ең жоғарғы Хомейни болады. Енді осы Хомейни өлгеннен кейін, оның баласы Можтаба жаңағы ел алдына шыға алмайтын болғаннан, біреулер кем болды, мүгедек болды дейді, неше түрлі айтады. Сол Можтабадан кейін барлық келісім шарттарды келісіп болған кездің өзінде келісім шарттарды жыртып тастап отырған осы Ирандағы төңкерістік қарулы сақшылар корпусының бастығы болған екен. Енді осыны аңдып отырып, кәдімгі жанын жаһаннамға жіберген Израильдің бұл қатты әрекеті, әрине Трамп қатаң түрде Израильді соғысты тоқтатуға анау-мынауға шақырды, бірақ бұл 2 айдан бері не ар емес, не бер емес, итжығыс түсіп отырған қазіргі осы Иран мәселесінде Израильдің қатаң позициясы бізге ұнайды. Неге ұнайды? Бізге Иран режимінің құлағаны керек. Бізге Иранның батыстық елге айналғаны керек. Бізге Иранның Ресей мен Қытайдың ілкінен шығып, кәдімгі батысқа жақын демократиялық одақтас, батыспенен демократиялық бағыттағы одақтас елге айналғаны керек. Егер ондай болатын болса, қазір бүкіл дүниені қорқытып отырған Ресей, Қытай, Иран, Солтүстік Корей осы зұлымдар одақтастығы бір мүшесінен айырылады. Бұл Сириядан кейінгі, Венесуэладан кейінгі бұл екінші үлкен жоғалту болады. Сириядан кейінгі.
Венесуэладан кейінгі үшінші үлкен жоғалту болады. Демек, Пөтен мен Ши Цзиньпиннің жақын серіктері азая түседі. Пөтен мен Ши Цзиньпин енді бармақтарын шайнайды деген сөз. Бізге Иранның молдократиясының күл талқаны шығып, Иран кәдімгі демократиялы ел болатын болса, онда Каспий арқылы Иран менен батыстық демократияға қарай жол ашылады. Онда Каспий арқылы Иран менен батыстық демократияға қарай жол ашылады. Тіпті ол кезде Иранның мұнайы ашық теңіз арқылы Еуропаға кәдімгі санкцияның бағасынсыз бағаларменен сатылған жағдайда, онда орыс мұнайына деген тәуелділік азаяды. Тіпті Орталық Азияның, Түрікпеннің газы, қазақтың мұнайы, қазақтың жерасты байлығы енді Қытай, Ресейге тәуелділіктен құтылып, ары қарай Иран арқылы халықараға бет алудан мүмкін. Бұл деген сөз Иран режимі, қазіргі мынау Еуропа, Америкамен ұстасып отырған Иранның жауыз қатал диктатурасы құласа, ол біздің Орталық Азияға Каспийдің ар жағынан бір шұғылалы жарық сәуле төгілетіндігін білдіреді. Бүгінгі екінші жағымды жаңалық осы. Енді бұл екі жаңалықтың қаншалықты деңгейде бізге жағымды екендігін енді геосаясаттан хабары бар жұрттың барлығы біледі. Бұл сөздің шыны керек. Бізді Орыс пен Қытайдың ілкінде жатқан қазіргі диктаторлық жүйеден құтқаратын екі терезе ашылып келе жатыр. Біреуі Әрменнен, біреуі Ираннан. Біреуі Әрменнен, біреуі Ираннан. Орталық Азияның тас түнек, қара түнеңгі диктатурасына екі сәуле түскелі тұр. Қуаныш па? Қуаныш. Ол деген сөз, бізде ертең Әрмен сияқты кез келген уақытта саяси бейбіт сайлаулар арқылы билікке келуіміз мүмкін. Яғни шетелде жүрген қазақтың оппозициясы Еуропа мен Американың қолдауыменен Тақайдың мәжбүрлі түрде біздің мойнымызға іліп қойған қылмыстары жоқ етіліп, біздің мойнымызға іліп қойған террорист анау-мынау деген қылмыстары жойылып, біз кәдімгі Қазақстанда партиямызды тіркеуден өткізуіміз мүмкін. Марат Жыланбай түрмеден босап шығуы мүмкін. Бекзат Мақсатхан түрмеден босап шығуы мүмкін. Алға Қазақстан тіркеліп, Атажұрт тіркеліп, кәдімгідей. Тіпті керек па Әбілязовтың партиясы ДВК-да тіркеліп, Қазақстанда 3 оппозициялық партия қазіргі мына биліктің аманат партиясымен, сосын кеше ғана өтіріктен бірдемде тіркеле қалған. Бір күн бұрын президент аппаратында жұмыс істеп, одан дереу бір күнде Әділет партиясын тіркеп алған фейк партияларменен. Анау Назарбаев кеткенде жылайтын Боқмұрын Перуашев пенен Қазыбек Исаның партиясы, Ақжол партиясыменен біз сайысқа түсуіміз мүмкін. Сонда кәдімгі біз бүкіл Қазақстанды аралап, облыста ашық үгітімізді жүргізіп, біз жобаларымызды таныстырып, экономикалық жобаларымызды, геосаяси жобаларымызды, халықтық әлеуметтік жобаларымызды, мемлекетімізді қалай гүлдендіру туралы жобаларымызды таныстырғанда, халық қайсымызға дауыс береді, сонымыз кәдімгі парламентте басым орынға шығып, Ақордаға отыруымыз мүмкін. Бұл деген сөз. Мынау өздері біліп алған, өздері билікті басып алған, өздері бүкіл байлықты басып алған. Қытайға қалауынша жерді бере беретін, орыс сұраса миллиард долларды бере беретін, қазақ жерінің жерасты жер үстіндегі байлық ұстағанның аузында, тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кететін. Әшейін мынау өзі білгенше белсенділерді соттайтын мына сәбеттік, тирандық, құлдық жүйеге енді нүкте қойылатын кез жақындап келе жатыр. Мен баршаларыңызды осы қуанышты жағымды жаңалықтар менен бірге біздің ертең шын мәнінде Қазақстанда демократия орнайтын болса, шын мәнінде біздің халқымыздың саяси сауатының соған сай лайық болғанын үміт етер едім. Себебі Қазақстандағы байлықты, билікті басып қалған мына тирандар енді қазақ халқын рушылдықпенен, жершілдікпенен, діни секташылдықпенен ауырта бастайды. Себебі сектанттардан ешқашан ақиқат күтпеңдер. Сектанттар
Тек қана олар үшін ақиқат маңызды емес, өзінің сектасы маңызды. Қазірдің өзінде Қазақстанда Аманат партиясын бөлек Муфтият деген діни сектаның партиясы бар. Муфтиятшылдар дейтін бүкіл имамдар және сол өл тіріл сол муфтидің айтқан сөз сол муфтидің етегінен ұстасақ жәннатқа кіреміз дейтін мәңгүрт тәуел топастар бар. Олар өздері тәуелсіз ойлай алмайды. Мен мысалы муфтияттың өзін секта деймін. Уақабизм Қазақстанда бір секта. Муфтият екінші секта. Сопы зікіршілер үшінші секта. Петқоллашылар төртінші секта. Және анау мынау ұсақтары бар бесінші, алтыншы секта болып кетеді. Қазақстанда бұлар Аманат партиясының құрамдас бөлігі болып отыр. Анығында осы секталардың барлығы, мысалы муфтияттың бас сектанты муфти, биліктің Тоқаевтың құралы. Уақабистердің бас сектасы Газабек пенен Боқболат, ол да биліктің құралы. Ал зікірші сопылардың артында кім тұр? Иманғали Тасмағамбет, жаңағы тағы біраз бай бағландар тұр. Олардың барлығы кімдер? Қазіргі Санжар Боқай, анау мынау кітап шығарып, халыққа білім бергенсіп отырғанмен, олар да қазақтарды айналдырып кеп, сол ирандық, ресейлік діни саяси бағытқа бұрғысы келеді. Зікірші сопылар дін тұрғысынан қазақтарды сопы Иран шиға жасағысы келеді. Дін тұрғысынан. Саяси тұрғыдан Ресейдің дәргейіне бас ұрғызғысы келеді. Санжар Керімбай керемет кітаптар аударып, шығармалар жазып, елге үгіттеп, тіпті түрмеге дейін кітаптарын кіргізіп, жаңағы мектеп балаларын үгіттеп жүр. Енді осыдан бірақ сұрақ тұрады. Неге мемлекет оларды тыймайды? Мемлекет Қазақстанда билік тыймаған нәрсенің барлығы, демек билік олардың солай халықты жіктеп бөліп алып, ешқашан басы бірікпейтін діни топтарға бөлінгенін билік қалап отыр. Уақабистерді де билік қолдайды. Зікірші сопыларды да билік қолдайды. Петқоллашыларды да билік қолдайды. Муфтиятшыларды да билік қолдайды. Төртеуінде билік артынан жел беріп қойып, көріністе муфтиятты жаңағы алдыға шығарып қойғанымен, уақабистерге бүкіл байлықты беріп қойған, телеарна құрып беріп қойған, зікірші сопыларға кітап бастырып, бүкіл мектептерді тіпті түрмеге дейін үгіт жүргізуіне рұқсат беріп қойған. Өстіп, анығында қазақ халқын төрт үлкен діни саяси партияға бөліп отыр. Ертең Қазақстанда шын мәнде мынау Армениядағыдай сайлау болатын болса, қазақтардың дін ұстанады деп жүрген азаматтары ертең жаңағы ақиқатты емес, өздерінің сектасын таңдап шығатынына менің күдігім жоқ. Себебі сектабастарға ақиқат керек жоқ. Сектабастарға Алланың разылығы да керек жоқ. Сектабастарға өзінің сектасы ғана керек. Оған қазақ та бір тиын, оған мемлекет те бір тиын. Сектабастарға өзінің сектасы ғана керек. Мысалы, қайсы күні бір бауырым сұрақ қойды. Санжар Керімбайды мысалы, соншама кітаптар жазып жатыр, керемет кісі, жаңағы шығармаларын таратып жүр. Мен айттым, Санжар Керімбай бір рет Қазақстанда шектелді ма дедім. Жоқ. Оның жиналыстарына тиым бар ма? Жоқ. Қамалды ма? Жоқ. Қудаланды ма? Жоқ. Оның қаржысына тиым салынды ма? Жоқ. Демек ол биліктің адамы. Қазақ халқын еркіндікке, теңдікке, жақсылыққа бастайтын қандай да бір адам Қазақстанда қудаланады. Қазақ халқына жақсылық әкелетін, қазақ халқына шын мәнде білім беретін, қазақ халқын еркіндікке, теңдікке, азаттыққа бастайтын кез келген адам, кез келген ұйым Қазақстанда қудаланады. Тек биліктің рұқсатын алған, батасын алған, сол биліктің қуыршағы болған діни секталар ғана еркін жұмыстарын жүргізеді. Муфтият сектасы, уақабистер сектасы, зікірші сопылар сектасы, петқоллашылар сектасы. Осылардың барлығы Қазақстанда дін секта атын жамылғанымен шын мәнінде күшті қуатты төрт саяси партия. Ертең Аманаттың аты өзгеріп, әділет болып кетуі мүмкін. Мысалы, қолдан әділет деген партия жасады ғой. Бұл енді Аманат деген партия мен әділет деген партия некелесуі мүмкін. Екеуі де қыз-текелердің партиясы, сол Аманат деген қыз-теке менен әділет деген қыз-теке екеуі үйленеді ертең. Бұл саяси партиялар, жаңағылар дінді желеу қылған, анығында олар да саяси партиялар. Бұрын олар Нұр Отанның фракциялары еді. Енді қазір Аманаттың фракциясы, ертең әділеттің фракциясы болып жүре береді. Бұл
Қазақстанның халқына мен неғып осыншалық деңгейде ашық тура қанын сорғалатып бетін жыртып отырып айтып отырмын? Себебі ертең қазақ халқы шынайы еркіндік, теңдік туралы дауысқа салатын кезде, Пашнянның еліндегідей, Әрменнің еліндегідей дауысқа салатын кезде біз Ресейден құтылып Еуропаға баруымыз керек деп бастарын қауіпке тігіп отырып еуропалық бағытты ұстанатын Пашнянды қолдаған Әрмен халқы сияқты қазақ халқы сауаттылық таныта ала ма? Менің күдігім бар. Неге? Әр қазақ осы жерде отырсыз, міне 1000-ға жуық қазақ отырсыз. Айналаңызды қараңызшы, біреу муфтияттың сектасында. Қазақстанның муфтиятының бір молдасы мен сәлдесін сүйретіп, немесе жаңағы сәлдесін лақтыра салып, қатынына лақтырып беріп, әй қатын мынадан көйлек тігіп ал деп, өзі енді сықиып, костюм шалбар киіп, галстук тағып, жаңағы мұхтарам жамағат деп мешітте уағыз айтатын стилін дереу өзгерте қойып, армысыздар қалың елім деп алдарыңызға костюм шалбарын киіп сықиып, біз міне партия құрдық, міне біздің партия деген енді халал партия ғой, халал партия. Барлықтарыңыз біздің партияға дауыс берсеңіздер, әр еркектің барлығына 4-тен тоқал алып береміз деп уәде берсе, жаңағы Молдекеңнің күні кеше ғана биліктің итаяғынан жуынды ішіп жүрген Молдекеңдігін қазақ халқы біліп отырып, соған дауыс береді. Мысалы, дәл қазір мысалы 1000 қазаққа жуық тыңдап отырсыз. Тикток имам менен Серікжан Біләш дауысқа түссе, немесе тикток имам менен түрмедегі Марат Жыланбай, Бекзат Мақсатхан сайысқа түсетін болса, мына біздің топас қазақтар, саяси көр соқыр қазақтар, ана басын қылтың-қылтың етіп, сарт құсап, жаңағы маймаң-маймаң еткен, сарт құсап, жылпың-жылпың еткен, ана әрбір ауылда отырған ақымақ топас қатындардың тиктоктағы жаңа сұрақтарына ерінбей жауап беріп, халықшыл болып, образдалып алған, анығында мұнафиқ, анығында шайтан мінезді тикток имамға дауыс беретініне мен сенімдімін. Оған Марат Жыланбайдың саяси жобалары, Бекзат Мақсатханның батыстық демократиялық парламенттік мемлекет құрамыз деген саяси жобасы, Серікжан Біләштің жаңағы елді жерді халықты тұтас ағарту туралы жобалары, оларға қызық емес. Оған ана жаңағы сарт құсап басын шайқап отырып, жаным күнім ау, айналайыным ау, жаңағы байың көзіңе шөп салса енді кешіре сал деп отырған есекбас тикток имам оларға әлдеқайда жағымды. Неге? Деңгейі сол тикток имамның деңгейінде. Жақсы адам ғой дейді. Мына қайсы күні бір бауырымызбен сөйлесіп отырмыз да, мысалы, жаңағы бір ауылдан бір сорлы жаңағы бір қатын тикток имамға сұрақ қояды дейді де, жаңағы байы келіп төмпештейді екен, ұрады екен дей ма, сондай бір нәрсені айтып қалды. Сөйтсең енді күнесінде енді сабыр қыл, енді айналайын жаным ау, күнім ау, жаңағы алтыным ау, енді айналайын қарындасым ау, енді көніп сабыр қыл, енді алла сабырлармен береді дейді. Енді соны айтып отырған бауырымыз айтады да, енді мысалы ол әйелді ертең оның байы жаңағы адам ұрмаса тұра алмайтын байы ұрып өлтірсеші, кем қылсашы, көзін шығарсашы, миына зақым келтірсеші деген әңгімелер кетеді да. Еуропа, Америкада әйелдердің құқы 100% қорғалады. 100% қорғалады. Неге? Әйелдің нәзік жанды екендігі заңда анық көрсетіліп қорғалған. Әйел адам, қыздың нәзік жанды. Неге? Еркектің бір жұдырығы еркекке тисе, оған ештеңе болмауы мүмкін. Бірақ әйел адамға тисе, оның миына зақым келуі мүмкін. Ол нәзік жанды. Құдай оны нәзік қылып жаратты. Ал қазақтан жаңағы имамдар не дейді? Сен өз құқыңды қорға, денсаулығыңды қорға, өміріңді қорға дегеннің орнына не дейді? Сабыр қыл. Атаң басы сабыр ма? Сондықтан Қазақстан дүниеде отбасы зорлық зомбылығынан әйелдер ең көп өлетін, ең көп зардап шегетін елдердің алдына шығып бара жатыр қазір. Дүниелік деңгейде. Отбасы зорлық зомбылығынан. Енді біреулер айтады, ойбай, әйел адам еркектен бүйту керек, айту керек, төмен тұру керек. Жарайды, ол сыйластық деңгейінде, отағасысың ғой, арып жүрсің, шаршап жүрсің, жаңағы бала шағаңды асырау үшін деп сыйлауға болар. Бірақ ол деген сөз еркектің тепкісіне көну, оның қорлығына көну, оның жұдырығын жеу, қабырғасын сындырып қойып, докторға барып қабырғасын салдырып алу, көзін көгертіп алып, көзін жаңағы таңып алып жүре беру дегенді білдірмейді. Сондықтан мына жерде біздің қазақтарымыз
құқықтық, заңдық, мемлекеттік, геосаяси, экономикалық ең керекті дейтін білімдерден көрі, қазір мына алаяқ мұнафиқ дін тонын жамылған сектабастардың тәтті уағыздарына елтіп кетті. Мемлекетті сектабастар басқарған күні ол, онда шипаң бітті, құрыды деген сөз. Мемлекетті, экономиканы білетін, жілігін шағып майын ішкен адам экономиканы ұстау керек. Саясатты білетін, жілігін шағып майын ішкен адам ұстау керек. Тура сол сияқты. Сонда ғана бұл мемлекет болады. Геосаясаттан егер Арменнің халқы сауатсыз болса, Пашинянға қарсы сөйлеген Арменнің шіркеуінің бастығының артынан кетереді. Иә, Арменияда дін мемлекеттен тәуелсіз екен. Мемлекет дінді басқара алмайды екен. Бас попты Арменияның мемлекет басшысы қоя алмайды екен. Сондықтан Арменияда шіркеу Пашинянға қарсы сөйлей алады екен. Қазақстанда сен президентке қарсы біраз сөз айта алған имамды, дінкешті көрдің бе? Қайсы имамың, қайсы дінкешің ақиқат үшін басшының айыбын бетін айтты? Жоқ. Бәрі биліктің итаяғынан жуынды ішетін иттер. Барлығы биліктің итаяғынан жуынды ішетін иттер. Енді қазақ халқы саяси сауатты болу керек, өзінің таңдауын жасау керек. Мысалы, міне жерде не істеу керек деп басы қатып отырған бір ініміз бар екен. Сен не істеу керектігін сұрасаң, онда ертең сен шынайы бірден істегің келіп өліп бара жатсаң, ертең 9 маусым күні сағат 11-де болатын Құнайып қаласындағы Атажұрттың сотына бар. Өзіңнің көзқарасыңды білдір. Сот жабық өтуі мүмкін. Мен күні бұрын алдын ала айтуыма болады. Сот жабық өтуі мүмкін. Себебі сот бұғанға дейін жабық өтті. Және бұл сотта билік өздерінің масқарасы шығатынын біліп отыр. Сондықтан сотты жабық өткізеді. 9 маусым 2026 жылы сағат 11-де Алматы облысы Құнайып қаласы Құнайып даңғылы нөмірі 5-ші үйде Атажұрттың апелляциялық соты болады. Атажұрттың апелляциялық соты 2026 9 маусым Алматы облысы Құнайып қаласы Құнайып даңғылы нөмірі 5-ші үйде болады. Сотқа барыңыздар, қатысыңыздар. Бұл не істеймін деп отырған адамдарға. Әрине сотқа кіре алмасаң да, соттың маңында көлігіңді тоқтатып, ішінде отыр. Шығудан қорықсаң, көлігіңнің ішінде отыр. Бар, қараңды көбейт. Құнайыпқа ағыл қалың қазақ. Енді бұл сауаттылықтың белгісі. Яғни сен сол жерге бару арқылы өзіңнің саяси сауатты екеніңді көрсетесің. Біздің тобымызға қосылып, бізді қолдау арқылы өзіңнің саяси сауатты екеніңді көрсетесің. Ал қалың елім қазағым, бұл бүгінгі тікелей эфирде Арменді айттық, Израильді айттық, Иранды айттық. Бұл өте жағымды жаңалықтар. Енді Қытайды айтайық. Ши Жинпин Корейге барды. Корей басшысы оны бұрын соңды болмаған құрметпенен қалың балаларды, жастарды, жасөспірімдерді гүл алдырып тұрып, айғайлатып тұрып, бүкіл Пхеньянның көшесін тура жылан жалағандай тап-тазалап, бүкіл көшеге, анау әуежайдан сол Пхеньянның қаласына дейін, кіретін жерге дейін тұтасымен елді сөйтіп қоршатып, қорғатып отырып күтіп алды. Бұл анығында Ши Жинпиннің Солтүстік Кореяға сапары. Оның ең қаламайтын кездесулерінің бірі. Солтүстік Корея Қытайды үнемі азық түлікпен қамдауға, қаржымен қамдауға, технологиямен қамдауға, тағы басқа қару-жарақтың жаңағы өндірістерін, сектарын беруге мәжбүрлейді. Қытай Солтүстік Кореяды үнемі бір алдында кіріптар.
алдында бір кіріптар бейшара халде ұстап отырғысы келеді. Кіріптар қылып, бейшара қылып, сорлы қылып, тізелетіп, алақан жайғызтып қойып ұстап отырғысы келеді. Бірақ солтүстік Корей көп жағдайда өзінің керек кезінде атомында жарады, ракетасында ұшырады, сөйтіп геосаясатта үнемі бір ойын ойнайды. Енді Ши Цзиньпиннің солтүстік Кореяға сапары бұл анығында, егер Тайваньға Қытай соғыс аша жатқан жағдайда, онда оңтүстік Кореядағы Американың әскери базасына солтүстік Корея қарсы тұрады деген жоспарды жасасу, келісу. Яғни екеуінің бір одақ екендігін әлемге жаю. Кез келген уақытта мен Тайваньға соғыс ашқанда, Жапониядағы Американың әскери базасы бар, оңтүстік Кореядағы Американың әскери базасы бар. Ендеше сендерге іргелес отырған Жапониядағы және оңтүстік Кореядағы базаға менің солтүстік Кореям бар деген шахматын көрсету, қолындағы қаруын көрсету. Міне, мен осы арада осылай жұмыс істей аламын деген әңгіме. Бұл деген сөз анығында шын мәнінде қалқарада тағы бір ушыққан бір соғыс ошағы пайда болуы мүмкін. Енді анау 49 жылдан бері Тайванда әне алам, міне алам деп жаңағы ұмтылатын, ырылдайтын, қаппайтын Қытай коммунистері осы уақытқа дейін ойланып келді. Әр жолы зор көлемде әскери жаттығулар өткізеді, шын оқпенен Тайваньның жағалауына дейін атап, Тайваньды айналдырып әскери кемелеріменен сес көрсетеді, құрттай арал айналдырған Қытайдың пароходтары. Ал Тайваньның да қару оңай емес. Олар да жаңағы жан таласып, Қытайға қарсы қаруларын көбейтіп, жаңағы технологияларын арттырып сөйтіп жатады. Тайванда бүкіл дүниенің ең атақты чибі бар. Бүкіл дүниеде ешкім өндіре алмайтын чиптің көкесін Тайвань өндіреді. Ал осындай жағдайда Қытайдың Тайваньды алуы, Тайваньға соғыс ашуы Жапония мен оңтүстік Кореяның бүкіл экономикасын күйрету деген сөз. Неге? Олардың бүкіл тауары сол арадан шетелге кетеді, сол арадан Тайвань бұғазынан бұлардың бүкіл шикізаты өтеді. Енді осындай жағдайда бүкіл дүниенің чибі Тайванда тұрған кезде, өткенде Илон Масктың айтқан бір сөзі бар. Енді дейді, егер Тайваньға Қытай соғыс ашатын болса, онда ол бүкіл адамзаттық соғыс болады дейді. Неге? Онда бүкіл дүниені чиппен қамдап отырған арал Қытайдың қолына өтіп кететін болса, немесе Еуропа мен Америка өзінің керекті чибін Тайваньнан алып отырған чибін тоқтатып қалатын болса, онда бүкіл дүниежүзілік соғыс болып кетеді. Мен сөздің шыны өз басым болса екен деп тілеймін. Неге? Бәрібір дүние жүзіндегі бұл диктатура менен ит пен мысықтай ырылдасып ұстасқан бұл жүйе анау Нормандийден құрлыққа шыққан кезден бастап, екінші дүниежүзілік соғыс аяқтаған кезден бастап деп есептесең, міне 80 жылдан асты. 80 жыл бойы адамзат баласы міне бейбіт тыныш өмір сүріп келді. Әрине өңірлік кішкене қақтығыстар болды. Арабтар мен Израильдің жаңағы 6-7 мәрте соғысы болды. Осы сияқты соғыстар тоқтаусыз мысалы 48 жылдан бастап болып отыр. Бірақ ол әлемдегі үлкен геосаяси соғыс болып отыр. Бірақ енді 3-ші дүниежүзілік соғыстың болатын кезіне жақындап келе жатыр. 1-ші дүниежүзілік соғыста Ресей империясы күйреп, Осман Түрік империясы күйреп, бүкіл Ресей империясы мен Осман Түрік империясының жаңағы ілкіндегі біраз елдер құтылып кеткен болса, 2-ші дүниежүзілік соғыста да бүкіл Азия, Африкадағы, Латын Америкадағы біраз елдер тәуелсіздігін алған болса, жаңағы ескі империалистік ел Англияның жаңағы күні батып, күн батпас империя дейтін Англияның күні батып, қарапайым қатардағы еуропалық бір елге айналып қалған болса, енді осы жолғы соғыста да мүмкін Ресей мен Қытайдың шипасы бітетін соғыс болуы мүмкін. Сондықтан Америка Тайваньды қатты қолдап отыр, Жапонияны қатты қолдап отыр, оңтүстік Кореяны қатты қолдап отыр. Қытайды жаңа кеңірдектен шығыстан қысып сығып ұстаудың тактикасы. Енді осындай жағдайда Қытайдың солтүстік Кореяға баруы бұл ашық жаңағы
батыстық одақпенен ұстасу. Ал ана семіз баланың, мешел баланың оны тура қызыл кілем жайып, талтаңдап жүріп күтіп алуы, бұл да сөздің шыны керек. Батысқа мен сендермен өліспей беріспеймін дейтін ашық көзқарасты білдіру. Ашық көзқарасты білдіру. Анығында Қытай мен Ресей құламай, Қытай мен Ресей құрымай, Орталық Азия азаттыққа шықпайды. Анық бір нәрсе тұр. Қытай да, Ресей де, екеуі де қатар құламай, Орталық Азияға еркіндік, азаттық жоқ. Бір жағымсыздауға бар. Путиннің адамы Зеленскиймен кезіккенін батыс ақпараттары жазып жатыр. Путин өлер жерін білген сияқты. Путин өлер жерін білген. Енді осы орыс-украин ортасындағы соғыс тоқтап қалса, онда орыс аман қалып қалуы мүмкін. Орыс тірі, әлсіреген, күші азайған, империялық қара ниеті жаңағы басылған, бірақ жаңағы зәрін бойына жиып, тағы да кез келген уақытта орайын тауып опырамын дейтін бір қаскүнем ел ретінде, тобырлардың ел ретінде орыс аман тірі қалып қалуы мүмкін. Оның бір дәлелі жаңағы мынау халықаралық ақпараттарда жазып жатыр. Зеленский менен осы Путиннің арнайы жіберген өкілі кездесіпті деген ақпаратта жаңағы батыстың ақпараттары жазып жатыр. Батыстың ақпараттары жазып жатыр. Енді бұл ақпараттарды сөздің шыны керек. Мен енді оны Ресей кімнің Путиннің өзінің әлсірегендігін, шипасы біткендігін мойындауы деймін. Бұл енді айлакер әкке КГБшник қой. Ол сол арқылы өзінің жанын сақтап қалмақ. Мысалы, міне жерде батыс ақпараттар жазып жатыр. Осы өтіп кеткен май айында жаңағы ресейлік кәсіпкер Роман Абрамович Украинаға барып, Киевке барып, Зеленскиймен кезіккен. Зеленский оларға жаңағы Sky News'ке берген хабарында айтады. Ресейдің президентінде Путинге жаңағы ол да сәлем айтқан, бірақ ешқашан жаңағы Донбасс, Донецкіден біз әскерімізді шегіндірмейміз, Донецкіден шегінбейміз, Донбассты бермейміз деген. Қазіргі сызық қай жерге келді, сол жерде тоқтай тұруға келісемін деген. Яғни атыс тоқтайды. Бірақ орыстың әскері тұрған жер сол орыстың әскерінікі болып тұрады. Украинның әскері тұрған жер Украиндікі болады. Ана Путин анау қарумен ала алмаған жерді қаламмен алғысы келеді. Ол айтады, Донбассты тұтас бер, Донецкіден әскеріңді шегіндір, анау мынау дейді. Бұл тарихта бұл да болды. Мен бұдан бұрынғы лекцияларымда айттым. Тарихта қарумен ала алмаған жерді қаламмен алған келісімдер болған. Тарихта шын мәнінде сондай келісімдер болған. Сондықтан бұл анығында егер шынында орыс пен Украин соғысты тоқтатса, бізге пайдасы. Бізге бұл соғыстың жалғасқаны керек. Енді өте өкінішті, мен енді соғыс құмарлықты білдірген емес. Егер мен бір мемлекеттің сыртқы істер министрі болсам, мен айтатын едім, бұл енді соғыс тоқтауы керек деп. Бұл соғыс жалғаспауы керек, адамдар өліп жатыр, анау мынау деген сөзді дипломат ретінде айтуым болады. Бірақ қазақ ұлтының өкілі ретінде бізге Ресейдің күн сайын 1000 адамының өлгені керек. 1000 шовинист, 1000 орыс өлген сайын, орыстың қалаларына Украинаның дрондары түскен сайын, орыстың мұнай өңдеу зауыттарына Украин дрондары түсіп жарылған сайын, біздің қазақтан емес, өзбегі бар, қырғызы бар, түрікмені бар, тәжігі бар, Орта Азиядағы бейшара 5 станның азаттыққа, еркіндікке жақындауына орай туады. Қаңтарда қазақ көтерілгенде орыстың әскері келіп бізді қырып тастады, қазақтарды. Егер сол кезде орыстың әскері болмағанда, халық мына билікті қалпақпен ұрып алады. Халық билікті алды деген сөз, кәдімгі халық өзі сайлаған жас азаматтар билікке келеді. Кімдер келеді? Мына өміріңде сен телевизордан Назарбаев кезінен көрген мына сасық коммунист шалдарды құлатып, орнына өмірі халық көрмеген, бұғанға дейін көрінбеген жаңа тұлғалар, жаңа бейнелер отыратын еді. Олар ұрламаған,
олар жемеген, олардың қолы қанға малынбаған, олар кәдімгі жаңа тұлғалар. Олар жаңағы небір жастар, небір саланың мамандары, экономиканың, геосаясаттың, медицинаның, аграрлық саланың, ауыл шаруашылықтың мамандары. Олар мына біздің анау Назарбаев кезінен қағаз кеміріп отырған мына есекбастардан миллион есе артық болатын еді. 4 жылда сайлау болады, қайтадан тың команда жасақталады. 4 жылда сайлау болады, қайтадан тың команда жасақталады. Мына есектер отыр ғой. Мына есектер отыр ғой. 90-шы жылдан бері отыр ғой. Назарбаевтың командалары сол Назарбаев Совет одағының жаңағы Қазақ Совет Социалистік Республикасының партия комитетінің бірінші хатшысы кезінен бастап сол Назарбаевтың маңында жүрген есектер әлі отыр ғой. Сондықтан Ресейдің болуы біздің егемендігіміз үшін мәңгі бақи қауіп. Ресей дейтін мемлекеттің жойылуы, ыдырауы, тіпті соның тек Москва және соның айналасындағы бірнеше жерлер ғана Ресей болып, қалған халық Башқұртстан, Ноғайстан, Татарстан, Шешенстан, Якутстан болып, бұлардың барлығы тәуелсіздік алып кетсе, бізге керісінше өте пайдалы болған. Ол кезде бізде шынайы сайлау болады. Ол кезде Тоқаев халықты жаңағы ескертусіз оғат деп айта алмайды. Ол кезде сол тіпті армияның өзі, қарулы полицияның өзі халыққа оғатпайды, қаруларын тастайды. Неге атам, өзімнің қазағым, өзімнің халқым дейді. Ол кезде бізде еркін ереуілге рұқсат болады. Ол кезде кез келген азамат, Маңғыстаудың азаматы Маңғыстаудың әкімі болуға, Шымкенттің азаматы Шымкенттің әкімі болуға. Семейдің азаматы Семейдің әкімі болуға. Әр жердің азаматы белсеніп кіріседі. Сол жерде жаңағы халық соны білетін, соған сенетін халық өзі дауыс береді. Ұнамады, орнынан алып тастауға болады. Президентті жаңағы Америкадағы жүйе сияқты қос палаталы конгрестік жүйе жасайды. Төменгі қауым палатасы, жоғарғы сенат. Екеуі конгресс. Ал төменгі қауым палатасы қайтеді, президентке керек болса импичмент жариялай алады. Ал сол төменгі қауым палатасы мен жоғарғы сенат қайтеді, екеуі бірігіп отырып президенттің жарлықтарын, шешімдерін терістей алады. Бюджетті президент емес, конгресс шешу керек. Конгресс шешу керек. Ол керек болса, Ақ үйдің қызметкерлеріне, керек болса сол конгрессмендерге, облыстың әкімдеріне айлық тоқтата алады конгресс. Осындай америкалық жүйені қою керек. Сотты президент тағайындай алмайды. Сот өмір бойына отырады. Сот өмір бойына отырады. Конституцияны бір бабын өзгерту үшін тұтас облыстардың, енді қазақша біз оны кейін аймақ деп өзгертеміз, аймақтардың жаңағы дауысы керек болады. Қысқасы, америкалық жүйені көшіріп Қазақстанға алып бару керекпіз. Мысалы, Қазақстанның президенті аймақтардың әкімдерін тағайындай алмайды. Аймақтың әкімдерін сол аймақтың халқы тағайындайды. Маңғыстаудың халқы Маңғыстаудың аймағының әкімін қояды. Өздері таңдайды. Президент қоя алмау керек. Мысалы, Нью-Йоркты Мамдани деген адам сайлауға түскен кезде Трамп та, Джиди Ванс та, Марко Рубио да, тіпті Илон Маск те Твиттерде жазып, жыртылып қалды. Мамданиді сайламаңдар, сайламаңдар, айналайын Нью-Йорктықтар деді. Мамданиді сайламаңдар деді. Бірақ Нью-Йорктың халқы Мамданиді сайлады. Президент зарлап сөз өтпей қалды Нью-Йорктың халқына. Неге? Нью-Йорктың халқы сен мемлекеттің президентсің, бірақ біз өзіміздің қаламыздың әкімін өзіміз сайлаймыз дей алады. Міне бұл Америка. Мамдани мысалы Трампты сынай береді. Неге? Ол оны тағайындаған жоқ. Трамп оның бастығы емес. Ол келесі Нью-Йорктың сайлауы болғанға дейін отырады. Оны президент бұйрығымен алып тастай алмайды. Міне бұл демократия. Сонда ол жағымпаздана ма? Жағымпазданбайды. Ол Нью-Йорктағы медиаларға, телеарналарға ол аузына келгенін айтып, езуін тіліп жатады. Міне бұл демократия. Мысалы, мен Қазақстанда, егер мен парламенттік республика құрсам, мысалы, немесе президенттік республика болып қалды дейік, халық өзі шешеді дедік қой, мысалы, мен әрбір аймақтың, әзіргі атаумен айтқанда, әрбір облыстың әкімін мен тағайындамауым керек. Неге? Олар менен тәуелсіз болу керек. Олар маған Серікжан деп өз телеарналарында сөйлей алу керек. Олар әлеуметтік желіде, мысалы Twitter, X'те, олар мені
тіпті янаттай алу керек. Оңбаған Серікжан, сенің мына саясатың дұрыс емес деп айта алу керек. Міне сол кезде демократия орнайды. Сол кезде президент болған адам шексіз билік емес, ана айтып сынады, халық соған еріп кетпесін деп, мен олармен ымыраға келуге, саясатымды дұрыстауға тырысамын. Сонда менің шексіз билік ұстауым шектеледі. Заң солай болған кезде мен жаңағы атам дегенімді атып, шабам дегенімді шаба алмай қалсам, бюджеттің өзі мен емес, конгресс, яғни парламент шешетін болса, онда сонда демократия орнайды. Мен ол кезде мына қолымды былай салып, былай ұрлап, мына қолымды былай салып, былай ұрлап, ана жерден жаңағы нағашыға, мына жерден жиенге беріп, мына жерден жаңағы Назарбаев Дариғаны, Құлыбаевты, Қайрат Сатыбалдыны, Болат Назарбаевты миллиардер жасағандай, миллиардер жасай алмайтын еді. Неге? Ақшаны олар шешеді. Ақшаны басқа адам шешеді, президент емес. Осы жүйені әкелу керек біз қазақтарға. Кәдімгі Американың демократиялық жүйесін көшіріп алып бару керекпіз. Көрдіңіздер ме? Осы жүйе сонда бір адамға шексіз табылуды, қолдан құдай жасауды тоқтатады. Қолдан құдай жасауды тоқтатады. Сонда ғана елде әділдік, теңдік болады. Сонда ғана сенің өміріңе береке болады. Сонда ғана сен ойлайсың, мен заң бұзған жоқпын, маған не істей аласың, сен әкеңді дейсің. Ал қазір Қазақстанда қалай? Адамдар өзінің басының амандығымен ғана отыр. Неге? Үрей, қорқыныш. Сенім жоқ, заң жоқ. Ана қағазға жазылған заң емес. Әжетхананың қағазы. Мысалы, Америкада есігіңді аш деген полицейге ішінде тұрған жаңа ғана көшеден көліктің жаңағы терезесін бұсып, одан полицей келгенде қашып отырып үйіне кірген ұры есігін ашпайды. Неге? Сенің үйге кіруге соттың ордері бар ма дейді. Соттың ордері жоқ дейді. Ордері жоқ болса онда ашпаймын дейді. Полицей есікті теуіп аша алмайды. Неге? Ол жеке меншік оның жері. Ал ол жеке меншік жеріне ол рұқсатсыз кіруге соттың бұйрығынсыз кіре алмайды. Ал сот оған кез келген полицейге біздің Қазақстан сияқты ордер бере ме? Жоқ, бермейді. Неге? Сот полициядан тәуелсіз. Оған бағынбайды. Полиция соттан тәуелсіз. Екеуі бір-біріне қатысы жоқ екі мекеме болады. Ал бізде ше, сот, полиция, прокуратура үшеуінің барлығын қалай? Киімді басып барады. Ананы ұста дейді, анаған анаша сал дейді. Анаған анаша сал дегенде анаша салады. Соныменен жаңағы бүкіл елдің ананы соттайым дейді, мынаны атам дейді, бәрін өздері біледі. Мысалы, мына жерде мынау жаңағы батыстағы бір азаматымыз, белсенді азаматты анаша салып жіберген. Анаша салып жіберген. Мынау Қазақстан, мынау заң салтанат тұрған ел ме? Мына бандиттерді қара, формада кимеген. Міне. Қалтаға салып жүрген. Міне. Міне, енді есірткі бабыменен ұстайды белсенділер. Не көрдіңіздер ме? Есірткі бабымен ұстайды. Қараш, есірткі қылмысына қарсы аға лейтенант бірдеңке. Мынау белсенді азамат. Міне соны көріп тұрып, қалтасына салғаным. Камераға түсіп қалады. Көрдіңіздер ме? Жүгіріп келеді, қалтасына салып жібереді, әне. Көрдіңіздер ме? Ана қара костюмдағы жігіт барады, әне. Қара костюмді киген жігіт барады да қалтаға салады, әне. Міне.
Qara kostyum kiyген жігіт салып жібереді әне. Gördün mü? Gerayin salcı vergen bana şimdi benzin alanı. Süs pakette. Sen aşak mı orta? Sen olsun sağ olsunlar sen de canım lan sağ olsunlar canım olsunlar. Süs pakette. Böyle de 400 lira kayırdan çıkanın kalan alırsan. Gördün mü? Başkalar gerek emez kularga. Olsun sağ olsunlar kalkamada. Енді белсенділер қалтасы жоқ, жылмаған киім киесіздер. Aldım al kuyup bayrandan. Süs pakette. Alıngan. Kara түсті өзінде көттік иісі бар. Апай иісі затына ұқсас. Міне. Осыны істеп жатқандар қазақтар. Мына полицейлер, мына есіртке қарсы полицияның бастығы қазақтар. Енді сен осыларды адам дейсің ба? Адам ба осылар? Хайуан өйтіп жала жаппайды. Хайуан ұзаса азулысыздың тістері, тамақтарын. Мүйіздісі мүйізсізін сүзер. Бірақ мынандай жала жаппайды. Мен жаланың ішінен шыққан адамын ғой. Жаланың ішінен, әбден сол жаланың отына өртеніп шыққан адамын. Мына нақақшылықты көріп, мен тура өне бойым түршігеді. Өне бойым түршігеді. Мен қазақтардың жалақорлығына, бәлеқорлығына әбден аллергия болған адам. Енді осылардың бала шағасы жоқ па? Осылардың бала шағасы жоқ па? Міне, қараш. Ертең осылар осыдан өздеріне бір жаза келеді деп ойламай ма? Жаратушының жазасы ол бар. Ертең осы істер үшін жауап береміз деп ойламай ма? Міне, көрдіңдер ме? Бас салып белсендінің қалтасына героин салып жіберіп, енді сол белсендіні, елдің алдында жүрген белсенді есірткімен айналысты деп отыр. Мында жазып отыр, ит десең итке обал дейді. Ит екеш итте мынандай жала жаппайды. Конкрет изат ол конкрет. Апайын емес қой, апайын деген. Изат ол қананша. Аяғынан білетіле. Айналған жатпайын сен айтасыз ба? Білмейм. Мыналар бұл мыналар. Нол салған ана балдар бұл. Алда уақытта ол. Көрдіңіздер ме міне? Белсендіні осылай есірткіменен ұстап жатыр. Міне бұл Қазақстан. Міне бұл күні түні мына биліктің итаршылары үгіттеген жаңа Қазақстан. Биліктің итаршылары үгіттеп отырған. Жаңа молдекеңдер айтатын, арандатпаңдар шетелде отырып ап дейді. Біздің молдекеңдер саясатқа кірмеңдер деп халықты айтып қойды да, референдум кезінде өздері саясатқа кіріп кетеді. Бұлай кезде халық айтады, саясатта нең бар? Сен өзіңді дұрыста, қатын балашаң дұрыста, сен дұрыс болсаң, мен дұрыс болсам, екеу боламыз дейді. Тикток имам өстіп. Бірақ референдум кезінде қайтеді, фейк референдум кезінде Тоқаевты қолдаңыздар, референдумға барыңыздар дейді. Ал тура мына зұлым жүйені біздің сон үгітшілер үгіттеп, міне осы зұлым жүйенің қызметкері болып отыр. Итаршылары болып отыр. Ал енді қайдан әділдік болады? Қайдан теңдік болады қазақтар? Қайдан жақсылық болады? Сипатымыз осы. Белсенділерге есірткі салып отыр. Сөздің шыны керек. Бұндай тірлік Қазақстанда бірінші рет болып жатқаны жоқ. Бірақ осыны жаңағы арнайы видеоға түсіріп, азаматтардың әшкерелеп, желіге салып, қоғамдық резонанс тудырғаны ол үлкен жақсылық. Қазақ билігінің осындай зұлымдығын әшкерелеу, ол мына зұлымдықты ертерек аяқтатуға көп көмектеседі. Қазақтар үнсіз көнгеннен гөрі күресу керекпіз. Осындай әшкерелеулер жасау керекпіз. Мысалы, ертең сен Қапшағайға сотқа бара жатасың. Жолда қалың адамдар тосуы мүмкін. Қапшағай қаласына кіргізбеуі мүмкін. Сонда сен айт. Мен не? Мен Қазақстан Республикасының азаматы. Алматы қаласының тұрғыны, немесе Алматы облысының тұрғыны, Жетісу облысының тұрғыны. Менің сонда емін еркін жүріп тұруыма болмай ма дейді.
Олар айтады, сен сотқа бара жатсың, барма дейді. Сен айтасың, сотқа барма деп қай заңда жазды? Біз өз заң атқарылатын елдеміз ба? Заң атқарылмайтын елдеміз. Жарайды, мен сот залының сыртына барам. Сонда ол жер Қазақстан Республикасының қай заңыменен жаңа Қапшағай қаласы, жаңағы Қонаев қаласы, Қонаев даңғылы 5-ші өңірге кірмеңдер деген не? Ол әскери тыйым салған регион ба? 51-ші регион ба Америкадағы сияқты? Қандай заңдарың бар? Қандай заңдық негіздеріңменен менің жүріп тұруыма шектеу қоясыңдар? Құқыңды талап қылып үйрен. Сенің сотқа баруыңды тосқанды видеоға түсіріп үйрен. Сен бірінші содан баста. Мен неге бармауым керек? Қай заңда, қай қылмыстық істер заңда, қай бапта жазылыпты? Ол жерде не, президент аппараты ма екен? Ол жер мемлекеттік әскери атом энергиясын зерттеу орталығы ма екен? Қазатом ба екен ол жер? Сен сұра. Осының барлығын қазақтар өстіп өзіңнің белсенділігіңді көрсетіп, ашық сөйтіп үйренген кезіңде, сол кезде дұрыс болады. Сол кезде құқық үшін күресу сонда болады. Енді мынау халықаралық ақпараттарды бір-екі айтып жіберейін. Бұл бірнеше ақпарат, енді сөздің ішінде керек. НАТО ең алғаш рет Латвияның әуе кеңістігіндегі дронды қағып түсірді. Бұны сол Латвияның әуе кеңістігінде НАТОның атынан қызмет атқарып жүрген Францияның әуе қорғаныс жүйесі атып түсірген. Латвия әскері 8 маусымда жаңағы бұл дронды атып түсіргенін айтты. Ал енді Латвияның баспасөздерінің айтуында бұл жаңағы Ресейдің радио электрондық шабуылдарынан бағытынан адасқан дрондар дейді. Сонымен қатар Молдовада өзінің әуе кеңістігіне дрон кіргендігін жариялады. Яғни Ресей біртіндеп тиісе бастады айналасына тиісе бастады. Ал сонымен қатар Еуропаның ең негізгі жетекші елі Англия, Франция, Германия бірлесіп отырып, мынау соғыс тоқтату туралы өздерінің мәлімдемелерін таратты. Онда Украина мен Орыс ортасындағы кез келген келісім, егер оның құрамында Еуродаққа кірмеу немесе НАТОға кірмеу дейтін баптар болатын болса, Еуродақ пен НАТО сөзсіз қатысады деген. Бұл керемет болды. Яғни орыстар украиндерді мысалы қыспаққа алып, сендер Еуродаққа қосылмайсыңдар, НАТОға қосылмайсыңдар, ақ көк деп оттаған баптарды қосатын болса, онда сен біздің ұйымға кім кіретінін, кім кірмейтінін сен шешесің ба, біз шешеміз ба деп, Англия, Франция, Германия үшеуі біз ол жиналысқа НАТО мен Еуроның атынан килігеміз деді. Бұл Путинге берілген ең ауыр идеологиялық соққы. Яғни Путинге сен енді бұдан кейін бізге кім кіреді, кім кірмейді, кім бізбен дос болады, кім бізбен ойнайды, кім бізбен ойнамайды, сен шешпейсің анда отырып. Сен ана жерде отырып бұйрық соқпа деген сөзді білдіріп отыр. Англия, Франция, Германия міне осы шешімді қабылдап отыр. Бұл деген сөз кез келген жаңағы Еуродаққа не НАТОға қатысты үшінші бір ел, мысалы Украина, оның кіру-кірмеуін Путин саусағын безеп, кіресің, кірмейсің, барасың, бармайсың, анаумен ойна, мынаумен ойнамайсың деп әңгіме айта алмайсың деген сөз. Және Украинаның территория тұтастығын, саяси амандығын, барлығын Еуропа анық қолдайды деп ашық айтқан. Және келісімдерге Америка қатысса болады деп жатыр. Бұдан бұрын көп жағдайда Америка Украинамен ойнап кетіп, Еуропа біраз шет қалып қалған ғой. Енді Еуропа айтты, Украинаның мәселесін біз негізі шешеміз, бірақ Америка қаласаң сен де кел деп отыр. Яғни Украинадағы осы соғысты тоқтатуға, енді соғыс онсыз да мысалы екеуі де әлсіреп отыр, әсіресе Ресей әлсіреп отыр. Енді соғысты тоқтатуға
жаңағы енді нәтиже бітті ғой енді жаңағы сіз боп біз боп жауды әрең жеңдік қой деп айтыпты деген бір әңгімені естулеріңіз бар ма еді жаңағы? Ол енді Қабанбай бабамыз жаңағы жоңғарды шауып қиратып жаңағы сөйткенде жаңағы бір жаман артынан ілесіп отырыпты дейтін бір ертегі бар болатын жаңағы. Ол жаман не алыс кетпейді, не қоймайды жаңағы ілесіп отырып, содан ол кісілер бір жерге барып түнеп қазандарын ботқа қайнатып жепті дейді. О заманда ботқа дейді екен. Содан жаңағы етті езіп, жаңағы анау мынау дәнді дақылы бар бәрін қосып, жаңағы әрі сұйықтық, әрі ішіп алады екен. Ол ана шөлдетпейтін тамақ екен, құрамында су болғаннан кейін. Соны жолға жақсы жаңағы. Сөйтіп ана қазанын қалтырып қойса, ана бейшара келіп шетінен біраз жеп, оның жеген тамағының сиқына қарап, ой бір нашар біреу екен ғой депті дейтін бір Қаракерей Қабанбай деген кітапта сондай бір кәдімгі жазылған бір аңыз бар болатын. Содан жаңағы жауды айқасып жеңіп, жекпе-жекке ұстасып жаңағы. Содан жаңағы қанды найзасын суырып, кеудесінен суырып жатқанда жаңағы жаман кепті дейді, шауып алып ана жерде жатқанның өліп қалған адамның жаңағы басына бір найза ұрған ба, қылыш шапқан ба, сіз боп біз боп жауды әрең жеңдік қой, әзір жеңдік қой деп айтады дейді. Содан соған бір айғыр үйір жылқы сыйға тартыпты, әйтеу атымызды ұстап бердің ғой деп деген бір аңыз бар. Енді мен толық айтқан жоқпын, оның көп бір барыстары бар еді. Сол енді бұл жерде орыс Украинаның бітімі бітейін деп тұрған кезде енді Америка мен Еуропа соғысты біз аяқтаттық, сіз боп біз боп деп жаңағы нәтижеге таласқалы жатыр. Бірақ бұл да жақсы. Бұл да жақсы. Қысқасы, Путин енді соңғы қамбасындағы соңғы дрондарын, соңғы зымырандарын атып, сол қолынан келетін соңғы зиянын салып кетуге тырысып жатыр. Украинада атып жатыр. Енді сөздің шыны керек, украиндар да аямай атып жатыр. Бірақ бір сұмдық, Ресей сұмдық басым болған жағдай ол жоқ. Украин сондай бір басым болды, бәленбай облысты Түгенбай ауданда алып алды деген ол жоқ. Ит жығыс текетірес болып тұр. Ит жығыс текетірес болып тұр. Енді осындай кезде Иранның қазіргі жағдайы өзімен өзі ойнап